Баршаңызға сәлем. Бүгін 85-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы санды өрнектер. Бұл сабақта біз бір-екі амалдан тұратын санды өрнектерді оқуды, жазуды және олардың мәнін табуды жалғастырамыз. Бірінші есеп: өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. А. 9 бен 2-нің көбейтіндісі. А. 36 мен 30 сандарының айырмасын 2-ге бөлу. Б. 16 мен 29 сандарының қосындысын 9-ға бөлу. 9 бен 2 сандарының көбейтіндісі 18-ге тең. 36 мен 30-ның айырмасын 2-ге бөлсек 3-ге тең болады. Яғни 36-тан 30-ды азайтсақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Кейінгісі 16 мен 29 сандарының қосындысын 9-ға бөлу. 16-ны 29-ға қосатын болсақ 45, 45-ті 9-ға бөлсек 5 болады. Екінші есеп: санды өрнектерді оқы, амалдардың орындалу ретін анықтап, мысалдарды шығар. Бірінші өрнегіміз 13-тен 4 пен 2-нің бөліндісін азайтуымыз керек. Бұл жерде жақша жоқ, бірақ бөлу амалы мен азайту амалы болғандықтан бірінші бөлу амалы орындалады. Үстіне жазып қойдым, бірінші орындалады деп. 4-ті 2-ге бөлсек 2 болады. Екінші осы 2-ні 13-тен азайтамыз. Бұл 11-ге тең болады. Екінші өрнегіміз 2 мен 3-тің көбейтіндісін 5 есе арттырамыз. Бірінші, бұл жерде тек қана көбейту болғандықтан шетінен орындай береміз. 2-ні 3-ге көбейтсек 6 болады, 6-ны 5-ге көбейтсек 30. Кейінгі өрнегіміз 35-ті 4 пен 1-дің қосындысына бөлуіміз керек екен. Бірінші, бұл жерде жақша болғандықтан жақшаның ішіндегі амалы орындалады. 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады, ал 35-ті 5-ге бөлсек 7. Орындалу ретін үстіне жазып қойдым. Одан кейінгі амалымыз 3-ті 52 мен 48-дің айырмасына көбейтуіміз керек. Жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады. 52-ден 48 азайтамыз 4 болады. Енді оны 3-ге 4-ті көбейтсек 12-ге тең. Кейінгі өрнегіміз 6 мен 3-тің көбейтіндісін 2-ге бөлуіміз керек. Бұл жерде көбейту мен бөлу амалы қатар келгендіктен бірінші көбейтуден бастай береміз. Бірінші қайсысы келсе содан бастаймыз. Демек, орындалу ретін үстіне жаздым. 6-ға 3-ті көбейтсек 18, 18-ді 2-ге бөлсек 9. Кейінгі өрнек 12-ні 20 мен 16-ның айырмасына бөлеміз. Жақшаның ішіндегі өрнекті орындаймыз. Амалды 20-дан 16-ны азайтсақ 4 болады. Ал енді 12-ні 4-ге бөлсек 3-ге тең. Үшінші есеп: бір-бірімен өзара байланысты өрнектер жұбын жаз, олардың мәнін тап. Көбейту мен бөлудің компоненттерін пайдаланып, мүмкін болатын барлық теңдіктерді жаз дейді. Демек, мына біріншісінде 8 бен 3-тің көбейтіндісі 24-ке тең болады. Бұл жерде 24-ке байланысты, міне 24 бөлу 3 бар. Бұл екеуі бір-біріне байланысты. Одан кейін 7 мен 5-тің көбейтіндісі 35 болады. Ал 35 пен 5-ке бөлсек 7 деген осы сияқты жазып барамыз. Бір-біріне байланысты өрнектердің барлығын жазып шықтым. Міне 8-ге 3-ті көбейтсек 24, ал 24-ті 3-ке бөлсек 8-ге тең. 7 мен 5-тің көбейтіндісі 35-ке тең, 35-ті 5-ке бөлсек 7. Бұны дәл қазір жоғарыда айтып өттім. Одан кейінгісі 9 бен 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең, ал 36-ны 4-ке бөлсек 9. Бұлар өздеріне байланысты болған өрнектер. Одан кейінгісі 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21-ге тең, ал 21-ді 3-ке бөлсек 7-ге тең. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ке тең, 15-ді 3-ке бөлсек 5-ке тең. Төртінші есеп: А. Есепті кесте құрып шығар. Мектепте дәрумендердің пайдасы тақырыбында сайыс өтті. Оған әр сыныптан 6 оқушыдан 3 сыныптың оқушылары қатысты. Сайысқа неше оқушы қатысты? А. Осы есепке бір кері есеп құрастыр және оны шығар. Оқушы сандарын жазып қоямыз. Бұл жерде кесте түздік, яғни дәрумендердің пайдасы деген тақырыптағы сайыста неше оқушыдан қатысты деп, 6 оқушыдан 3 сыныпта біз өзімізше 2-ші А сынып, 2-ші А сынып және 2-ші В сынып деп жазып қойдық. 3 сыныпта 18 оқушы қатысты.
Енді мына жерге жазамыз. Сыныптар 3, әр сыныптан 6, барлығы неше оқушы екенін табу үшін 3-ті 6-ға көбейтеміз. Демек, шешуін жазамыз. 3-ті 6-ға көбейтсек 18. Жауабы сайысқа 18 оқушы қатысты. Енді осыған кері есеп құрастырдық. Барлығы 18 оқушы, әр сыныптан 6 оқушы қатысты. Демек, неше сыныптың оқушылары қатысты деген сұрақ қойып, есептің шешуін орындаймыз. Кері есеп болғандықтан, бұл жерде неше сынып болғанын табу үшін 18-ді 6-ға бөлеміз. 18-ді 6-ға бөлсек 3 болады. Демек, жауабы сайысқа 3 сынып қатысты. 5-ші есеп. Есепті оқы, оны шығару тәсілдерін түсіндір. Айнұрда 20 теңгелік және 50 теңгелік 2 монета бар. Ол 40 теңгеге дәптер сатып алды. Айнұрдың неше теңгесі қалды? Мына жерде екі тәсіл берілген. Біріншісінде Айнұрдың 20 теңгелік және 50 теңгелігі бар дейді. 40 теңгеге дәптер сатып алса, мына өрнекпен шешуіміз мүмкін. Ал енді Айнұрдың неше теңгесі қалды дейді. Демек, жалпы ақшасын қосып алған. Бірінші 20-ға 50-ді қосқан. Бұл 70 теңгесі болды. 70 теңгеден 40 теңгені азайтсақ, есептің шешуі келіп шығады. Ал екіншісінде Айнұр 50 теңгесінен сатып алған болады да, 50-ден 40-ті азайтқан. 10 қалады, оған 20 теңгесін қосады. Сонда есептің шешуі келіп шығады. Дәптерге жазып қоямыз. Айнұрда бар 20 теңге және 50 теңге, сатып алды 40 теңгеге дәптер деп, қалды неше теңге деген сұрақ қойып, есептің шешуін жазамыз. Бағанағы кітапта берілген өрнектерді жазып орындаймыз. 20-ға 50-ді қоссақ 70, ал 70-тен 40-ті азайтатын болсақ 30 болады. Екінші тәсілді дәл солай орындаймыз. 50-ден 40-ті азайтсақ 10, оған 20-ны қоссақ 30. Демек, жауабы Айнұрдың 30 теңгесі қалды. 6-ші есеп. Теңдеулерді ғана көшіріп жаз, олардың шешуін тап. Бұл жерде мына бірінші берілген, бұл теңдік 37-тен 7 асақ 30-ға тең деген. Мынау амал 80-ден 24-ті азайтатын. Ал 62 мен 2-ның айырмасы 70-тен кіші деген, бұл теңсіздік. X-тен 72-ні азайтсақ 28 қалады деген, бұл теңдеу. Демек, осыны орындаймыз. Одан кейін 500 қосу X тең 900 деген, міне бұл берілген теңдіктерде белгісіз бар, сондықтан бұлар теңдеу. Ендеше осы екеуі теңдеу екен. Ал кейінгісі теңсіздік. X-тен 72-ні азайтсақ 28-ге тең деген теңдеу берілген. Бұл жерде, мына жердегі X-іміз бұл азайғыш болып тұр. Ал азайғышты табу үшін біз айырманың мәнінен азайтқышты қосамыз. Мәніне. Демек, 28-ге 72-ні қосамыз, бұл 100 болады. Демек, X-іміз 100-ге тең екен. Енді X-тің орнына 100-ді қойып, есептеп тексеріп көреміз. 100-ден 72-ні азайтсақ 28, 28-ге тең. Кейінгісі 500 бен X-тің қосындысы 900-ге тең екен. Бұл жерде екінші қосылғышты табуымыз керек. Екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Яғни 900-ден 500-ді азайтамыз. X-іміз 400-ге тең екен. Енді X-тің орнына 400-ді қойып есептеп көрейік. 500-ге 400-ді қоссақ 900, ал 900-ге тең. 7-ші есеп. Өрнектерді жаз, олардың мәнін тап. А. 45-ті 4 пен 1-дің қосындысына бөлу. Ә. 43 санынан 36 мен 4-дің бөліндісін азайту. Демек, бірінші өрнекті жазамыз. 45-ті 4 пен 1-дің қосындысына бөлу керек. 4 пен осылай жазамыз. Осы түрдегі өрнек беріледі. Енді жақшаның ішіндегі өрнекті бірінші орындаймыз. 4-ке 1-ді қосамыз, 5 болады. 45-ті 5-ке бөлсек 9. Ал әсінде 43 саннан 36 мен 4-дің бөліндісін азайту керек екен. 43 азайту 36 бөлу 4 деп жазып, бірінші бөлуді орындаймыз. 36-ны 4-ке бөлсек 9, 43-тен 9 асақ 34-ке тең болады. 8-ші есеп. Шаруа егістіктен көкөністер жинады. Осы туралы мәліметтер дөңгелек диаграммада көрсетілген. Сөйлемдерді толықтыр. Міне диаграммада ең көп жиналған бұл картоп болып тұр. Одан кейін сәбіз, кейін қызанақ, кейін орам жапырақ. Демек, ең аз жиналғаны орам жапырақ екен.
Енді сөйлемді толықтыру үшін біз осы диаграмманы біліп алдық. Енді сөйлем толықтырамыз. Ең көп жиналған көкөніс ол картоп. Сәбіз дейді. Сәбіз қызанаққа қарағанда көп жиналды. Бірақ орам жапырақ аз жиналды. Осылайша жазып қоямыз. Және диаграмма бойынша өзің ақиқат пікірлер құр деген. Дәптерге сөйлем толықтыру жазып қоямыз. Ең көп жиналған көкөніс ол картоп. Сәбіз қызанаққа қарағанда көп жиналды, бірақ орам жапырақ аз жиналды. Нүктенің орнына жазған сөзді мен астын сызып қойдым. Енді диаграмма бойынша өзің ақиқат пікірлер құр дейді. Бұны өз беттеріңізше үйде құрастырып көрсеңіздер болады. Мысалы, бұл жерде қызанақ картоптан аз жиналды деген ақиқат пікір құрсақ болады. Немесе орам жапырақ сәбізден аз жиналды деген. Осылайша өзіміз ақиқат пікірлер құрсақ болады. Осымен бүгінгі 85-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.